I'm John Kehoe. In this video, Менің атым Джон Кеха. Осы видеода ең маңызды үш ақпаратпен бөлісетін боламын. Сол арқылы түп сана туралы білімдерің кеңейе түседі. Бірде мен досымнан түп сана туралы не білесің деп сұрадым. Сол кезде оның айтқан жауабы маған әсерлі болды. Ол менің түп санама деген көзқарасым менің бауырым туралы көзқарасыма ұқсас деді. Себебі менің ішімде бауыр деген орган бар екенін білемін, бірақ мен онымен қарым-қатынаста емеспін. Түп санамызбен де дәл осындай жағдайдамыз. Бәріміз түп санамыздың бар екенін білеміз, бірақ онымен қалай жұмыс істеу керек екенін, соның ішінде оны өзімізге қалай жұмыс етуге болатынын біз біле бермейміз. Ендеше мен саған түп сананың қызықты үш ерекшелігі туралы айтып берейін. Бірінші кезекте ол бар. Бұл шындық. Бұл біздің қиялымыздан туындаған нәрсе емес. Бұл Санта-Клаус емес. Бұл тіпті жаңа ғасырдың қандай да бір концепциясы да емес. Дәл қазір біздің ішімізде екінші санамыз жұмыс істеп жатыр. Оның бар екенін біз саналы түрде түсіне бермейміз. Және ол біздің өмірімізге өте үлкен әсерін тигізіп жатады. Яғни түп сананың ерекшелігі мынада. Ол ішкі бағдарламаны іске қосатын нәрсе. Ал ол бағдарламалар бүкіл болмыстың энергетикалық желісімен байланысқа түседі. Сол арқылы біздің ішіміздегі образдарға сай келетін адамдарды, жағдайларды, оқиғаларды бізге тартады. Осы жерде айта кететін жағдай. Біздің өз түп санамызбен жұмыс істей алатын мүмкіндігіміз бар. Және сол арқылы нені қалаймыз, соған қол жеткізуге болады. Түп сананың екінші ерекшелігі, сен оған қайталаулар арқылы қол жеткізе аласың. Түп сана нұсқаулықтарды өзі жақсы қабылдайды. Сондықтан қайта-қайта қайталап айта берген кез келген образ, кез келген өтініш, кез келген фраза түп санаға жазылып қалады. Нәтижесінде ол соларға сай келетін нәрселерді бізге тарта бастайды. Бұл ешқандай да ғажайып емес. Бұлай болуының себебі біз бұл жарық дүниедегінің барлығымен байланысамыз. Енді түп сананың үшінші ерекшелігі. Біз бұл өмірдегі барлық нәрсемен байланысамыз. Бастапқыда бізге мұны түсіну қиынырақ болады, бірақ шын мәнінде бұл мыңдаған жылдардан бері біздің дініміз айтып келе жатқан ұғымдарға дәл сәйкес келеді. Дінде біз бір бүтінбіз. Біз өзара байланыстамыз деп айтады. Дәл осыны қазіргі кванттық физикада да айтып жатыр. Біз барлығымыз өзара байланыстамыз. Біз барлығымыз бір бүтінбіз. Сондықтан осыны түсінетін болсақ, онда қайталау арқылы түп санаға нұсқаулық берген кезде, ол түп санаға жазылып, кейін соған сәйкес нәрселерді қалай тартатындығын түсіну қиын болмайды. Бұл ешқандай да ғажайып емес. Дәл осылай барлығы да болуға тиіс. Бірақ, өкінішке орай, бізде ешқашан сана мен түп сана бірге жұмыс істемеген. Мұны өзгерту керек. Ал ол түп санаңмен жұмыс істеуді бастаған кезде өзгере бастайды. Қаржылық жетістікке жетудің 5-ші қадамы болып, өз түп санаңның күшін пайдалану табылады. Осы серияда мен сендермен қаржылық жетістікке жетуге көмектесетін бірқатар мысалдармен бөлістім. Бірақ біз әрқашан тек бетін ғана көреміз. Сондықтан сені 6 апта бойы менімен бірге болуға шақырамын. Мен 6 апталық онлайн бағдарлама жасап шығардым. Осы 6 апталық бағдарлама ішінде әр апта сайын мен саған сана мен түп сананы қалай бірге жұмыс етуге болатыны туралы нұсқаулықтар беріп отыратын боламын. Бірінші аптада біз саналы ақыл туралы айтатын боламыз. Өз саналы ақылыңды қалай бақылауда ұстауға болатынын және негативтен қалай арылуға болатынын көрсетемін. Оған қоса, мен сені пайымдау мен ойды шоғырландырудың керемет техникаларына үйретемін. Сосын сеанстың соңында саған 15-20 минуттық жаттығуларды беремін, және сен оларды күнделікті орындап тұруың керек. Шын мәнінде сеанстар арасындағы үзілістерде жасалатын жаттығулар бүкіл процестің маңызды бөлігі болып табылады. Сол арқылы мұның қалай жұмыс істейтініне өзің көз жеткізе аласың.
Сосын екінші аптада осы мәселелерді барынша нақты қарастыратын боламыз. Әр апта алдыңғы аптаға негізделетін болады. Сондай-ақ екінші аптада біз ой үлгілерін жасауға кірісеміз. Осы ой үлгілері арқылы өзіңе қалаған нәрсеңді тарту үшін түп санаға оны қалай жазуға болатынын үйренесің. Енді сенде осы идеялар да бар, және өзіңе не қажет екенін де нақты білесің. Ал мен соларды қалай жасауға болатынын көрсеткім келеді. Мен осы 6 апта бойы сенімен бірге болып, саған нақты сұрақтарды қою арқылы сенің жеке тренерің болғым келеді. Ендігі мәселе мынада. Осы 6 апта бойы күн сайын өз түп санаңның күшін пайдалануға өзіңнің 15-20 минут уақытыңды бөлуге сен дайынсың ба? Сен қаржылық жетістікке жету үшін барлығын жасауға дайын адамдардың қатарына жатасың ба? Егер солай болса, онда мен сенімен жұмыс жасауға дайынмын. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.